Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен творогтан жасалған сырок жасаймыз. Мен сырокты дүкеннен сатып алғаннан гөрі өзім қолдан жасап жегенді ұнатамын. Өйткені қолдан жасалған сырок ешқандай қоспасыз және дәмді болады. Алдымен сүзбеге қоюлатылған сүтті қосып, блендерге салып, жақсылап езіп аламыз. Мен қолданған сүзбе дүкеннен сатып алынған және оның майлылығы 9%. Дайын болған массаны формаға саламыз. Егер сізде осындай форма болмаса, қолмен домалақтап бір формаға келтірсеңіз болады. Арасында ауа қалмау үшін осылай бірнеше рет үстелге ұрамыз. Ең соңында жалпақ затпен тегістеп палочкаларды тығамыз. Бетін стричпен жауып, мұздатқышқа бірнеше сағатқа қатты болып қатқанға дейін қалдырамыз. Мен бір түнге қалдырдым. Сырок әбден қатқан соң шоколадты ертеміз. Мен суды қайнатып, үстіне шоколад салынған ыдысты қойып, ыстық судың буымен еріттім. Сонымен қатар қысқа толқынды пеште де ерітуге болады. Еріген шоколадқа сұйық майды құйып, жақсылап араластырып, стаканға құямыз. Тоңазытқыштан шыққан сырокты еріген шоколадқа матырамыз. Асып қалған шоколадты кондитерский мешокқа салып, бетін әсемдейміз. Міне, сырогымыз дайын. Сырокты тоңазытқышта бірнеше күн сақтасаңыз болады. Немесе мұздатқышқа қойып, балмұздақ ретінде де жеуге болады. Сізге рецепт ұнады деген үміттемін. Сау болыңыздар.